Сәлем достарым. Әрбір қазақтың таңы осындай қою сүтті шайдан басталары анық. Солай екен, біз де өз таңымызды бастаймыз. Қазақпыз ғой, шайды өте жақсы көреміз. Кез келген мезгілде таңдамай ішуге әрқашан дайын халықпыз. Тіпті жаздың ыстық күнінде де осындай ыстық шайды ішкіміз кеп тұрады. Ал біз серуендеуге әрі үйге қажетті азық-түлік алуға шыққан болатынбыз. Достар, мен сіздермен өте оңай тамақпен бөлісетін боламын. Өте тез жасауға болады. Яғни бұның пісуіне 1 сағат шамасында керек болады. Бізге осындай қарапайым окорочка, яғни тауық еті керек болады, картошка өз қалауыңыз бойынша және чеснок керек болады. Енді біз осыған бұрышымызды, тұзымызды салып, араластырып алатын боламыз. Ешқандай майда қажет етпейді. Ал қыздар, енді мен қалай істеуді көрсететін боламын. Яғни осындай тұз және бұрышқа араласа алғаннан кейін біздің осындай дүкеннен сатып алынған арнайы осындай пакетке салатын боламыз. Яғни осындай байлағышы болады. Яғни бізде осындай арнайы дүкеннен сатып алынған пакетімізге осы тамағымызды салатын боламыз. Өте қарапайым 1 сағат көлемінде бізге пісірген тамағымызды дайындап береді. Сонымен қатар әртүрлі бұрыш қоссаңыз да болады, өз қалауларыңызда. Бұл өте бұндай пакетке пісіру өте майсыз сондай дұрыс болады. Ал енді осыны арнайы жіппен байлайтын боламыз. Осылай жай-жай жасаймыз. Мінекей, бұлай. Мінекей осылай. Шөкетке қалды. Осылай бұл орналасты. Енді 3 жерінен кесетін боламыз. Және біздің пешімізге салып 1 сағат көлемінде пісіріп алатын боламыз. Үйге қажетті азық-түлікті алып келдік. Соны көрсеткім келеді. Ең бірінші мінекей біз сәбіз алдық. Яғни бұның салмағы шамамен 1 килограммнан көптеу. Және бағасы 395 теңге болды. Сонымен қатар пияз алдық 1 килограмм. Бұның бағасы бізде 115 теңге болды. Осы тіпті 1 килограмм.
Сонымен қатар біз осындай Хаггис осындай памперс алдық Дескинерден. Бағасы 1600 теңге болды. Ал қарапайым дүкендерде бұның бағасы 2300 теңге тұрады. Неліктен олай мен түсінбедім. Міне осындай екеуін алдық. Сонымен қатар біз осындай банан алдық. Банан. Бұның бағасы бізде 710 теңге болды. Яғни 1 килограммнан көптеу болды. Міне шабаны. Тұрғандамыздай. Сонымен қатар алма. Осындай бізде жасыл өте әдемі, сондай керемет тәтті күшті алмалар. Мынандай алмалар бізде. Бұл алманың бағасы 663 теңге болды. Яғни бізде 1 килограммнан көптеу болды. Сонымен қатар бізде осындай мінекей фарш алдық. Фаршымыздың килограммына 1450 теңге болды. Яғни біздің осындай майы бар, сондай фарш алдық. 1 килограммнан көптеу болды. Сонымен қатар осындай қызыл алма алғанбыз. Өте әдемі сондай керемет алмалар. Бұның бағасы 890 теңге болыпты. Яғни бұның салмағы 2,255 килограмм. Сонымен қатар әрине бізде картоп. Яғни осыншама картоп алдық. Бағасы 954 теңге. Яғни салмағы шамамен 5 килограмм болды. 5 килограмм картоп алдық. Мінекей осындай біз азық түлік сатып алдық. Достар, егер менің осы түсірген бағаларын көрсетіп сізге түсірген азық түлектерім сізге ұнаған болса, осы видеоның астына комментарий жазып кетіңіздер. Және де осы салған менің видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал мінекей қыздар, біздің тамағымыз пісті. Ал енді қазір дәмін көретін боламыз. Түрі өте керемет сондай. Өте әдемі көрініп тұр. Ал бізге ас болсын. Кім тамақтанып отыр, тамақ ішіп отыр, сіздерге де ас болсын, достар. Ал қыздар, көріп тұрғандарыңыздай, мен кешкі асқа осындай салат пісіріп жатырмын. Сіздер не жасап жатырсыздар? Мінекей біздің самсамыз пісті. Өте сондай керемет болып шықты, достар. Және бүгін біз осы влогымызды осы жерден аяқтаймыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Ал келесі видеода кездескенше.